Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге осындай бисквиттен жасалған пирожный рецептімен бөлісемін. Егер сіз үйде отырып табыс тапқыңыз келсе, немесе жай ғана үйде осындай пирожный пісіргіңіз келсе, бұл рецепт сіз үшін. Бұл пирожныйды үйде дайындап жақындарыңызды қуантуға немесе жай ғана табыс табуға болатын осындай арзан шығындармен пирожный рецептін үйрететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге 7 жұмыртқа керек болады. Жұмыртқасын ағыны сарысынан осылай ажыратып аламыз. Осылай екі бөлікке бөліп қойдық. Енді миксерлеуді бастаймыз. Бірінші ағуыздан бастаймыз. Егер сізде осындай планетарный миксер болса, тіпті жақсы. Кішкене шым-шым тұз салып жіберіп, көпіртуді бастаймыз. Егер сізде осындай планетарный миксер жоқ болса, онда жай ғана миксермен де араластыруға болады. Жұмыртқамыз осындай аппақ болғанша араластырамыз. Ал енді жұмыртқаға жайлап қант қосуды бастаймыз. Бұл жерде біз 7 қасық қант қосамыз. Бірақ та миксер араласып жатқан кезде қосу керек болады. Барлығын бірден салып жібермеңіздер. Осылайша 7 үлкен ас қасықпен 7 қасық қантымызды жайлап қосып бастаймыз. Неке жақсылап көпіріп қант еріді. Енді жайлап осы жұмыртқаның сарысында қосуға болады. Бұл жерде планетарный миксер болғандықтан барлығы салынды. Егер сіз қолмен араластырып жатқан болсаңыз, онда бір-бірден салынады, қыздар. Мінекей тағы да 2 үлкен ас қасықпен 2 қасық қант қостым. Сонымен бізде барлығы 9 үлкен ас қасықпен қант болды. Осылайша жақсылап аппақ көбік болғанша араластырамыз. Мінекей достар, осындай аппақ болғанша араластырып алдық, көпіртіп алдық. Енді ұнды електен өткізетін боламыз. Мінекей 175 грамм ұнды осылай таразымен өлшеп аламыз. Бұл жерде менде 176 грамм болып кетті, ештеңе етпейді. Мінекей енді осыған жарты кішкентай шай қасықпен қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосамыз. Қыздар, ұнды міндетті түрде ситадан өткізіп, осылай венчикпен араластырып қосатын боламыз. Миксермен қойспаймыз, өйткені жұмыртқамыз басылып қалуы мүмкін. Ұнды 3-4-ке бөліп қосамыз. Жақсылап венчикпен араластырып, ешқандай комочкалар қалмау керек бізде, түйіршіктері. Жақсылап осылай сарысымен ағымен араласу керек ұн. Қыздар, осы кезде печканы қосып қойды ұмытпаңыздар. Бізде уже печкамыз қосылып, дайын тұру керек. Мінекей қыздар, біздің қамырымыз дайын. Енді противинге салып, газде пісіріп алатын боламыз. Противинге міндетті түрде пергамент қағазын төсейміз. Егерде дәл осы рецептпен істесеңіздер, қыздар, сіздерде міндетті түрде бисквиттеріңіз ұқсап шығады. Өйткені бұл рецепт кез келген осылай асель печкасы болсын, кез келген арзан печкаларды да пісіп осылай әдемі болып шығады. Пергаменттің артық жерлерін кесіп алдық. Үстіңгі жағын міндетті түрде осылай тегістейміз. 170 градуста 20-25 минуттай пісіріп алатын боламыз. Барлығын бірдей етіп осылай тегістеңіздер, қыздар. Бисквиттің бір жағы көтеріліп, бір жағы кішкентай болып қалуы мүмкін. Сондықтан барлық жері бірдей болу керек. Мінекей бізде бисквит дайын болды. Енді 25 минуттай пісіріп алатын боламыз. Қыздар, біз бисквитті печкаға салып жібердік конвекция режимімен. Ал енді біз бұл жерде тағы да шоколадный бисквит жасайтын боламыз. Тағы да сол рецептпен. Көріп тұрғандарыңыздай ағуызда бізде бір жұмыртқаның сарысы жоқ. Болмау керек, бір жұмыртқаның сарысы және ыдысыңызда су болмау керек. Бұл жерде де біз манағы істеген рецептімізді қайталаймыз. Ең алдымен ағуызымызды жақсылап көпіртіп алдық. Көріп тұрғандарыңыздай аппақ болғанша көпіртеміз және де 7 ас қасық қантымызды осылай жайлап салып отырамыз.
Сосын тағы да жұмыртқамызды салып, артынан 2 үлкен ас қасықпен тағы да қант қостым. Көріп тұрғандарыңыздай тағы да осылай аппақ болып дайын болды. Бұл жерде енді біз 155 грамм ұн қосамыз. Мінекей весімен өлшеп алдық, таразымен 155 грамм. Енді осыған 20 грамм какао қосамыз. Және де кішкентай қасықпен қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосамыз. Бұл бисквитті де осылай венчикпен араластырамыз. Оның 3-4-ке бөліп, жақсылап араластырамыз. Түйіршіктер қалмау керек. Бұл бисквит негізі жақсы көтерілетін бисквиттердің бірі. Кез келген тортқа осы бисквитті қолдансаңыздар болады. Мінекей қыздар, жақсылап араластырып алдық. Енді дәл жаңағыдай пергаменттің үстіне, яғни противнің үстіне пергамент төсеп, 170 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, көріп тұрғандарыңыздай біздің бисквиттеріміз дайын болды. Енді пергамент қағаздарын алып, бисквиттерді суытуға қойып қоямыз. Бізде осындай 2 бисквит дайын болды. Ал енді қыздар, біз сироп дайындаймыз. Ол үшін бізге 300 мл су керек болады. Және осындай 1 кесе қант саламыз. Және осы суды газге қойып, қанты ергенше араластырамыз. Енді қыздар, крем дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге осындай ыдысымыз тап-таза болу керек, ешқандай су болмау керек. Мен бұл жерде шанти креммен қолдандым. 1 кесе шанти крем және 1 кесе мұздай сүт саламыз. Бұл торт қолжетімді торт болғандықтан осындай қолжетімді заттарды қолдандым. Қалауыңызға байланысты сливки немесе басқа кремдерді қолдануға болады. Шанти кремін кез келген кондитерлік дүкендерден таба аласыздар, бағасы өте қолжетімді. Креміміз дайын болды, осылай аппақ болып. Бұл крем бізге бір ғана бисквитке жетеді. Келесі бисквиттің кремін дәл осылай қайталауға болады. Ыдысын жумай, дәл осылай етіп қайталайтын боламыз. Ал енді бисквиттерді ортасынан 2-ге бөлетін боламыз. Ол жерде шоколадный бисквитті бөліп жатырмын. Шамамен дәл ортасынан 2-ге бөліп аламыз. Мінекей бисквитті ортасынан бөліп алдық. Енді манағы қайнатқан сиробымызды пропитка жасайтын боламыз. Мінекей қыздар, пропитка жасалды. Енді осының үстінен жаңағы дайындаған кремімізді жағамыз. Мінекей енді екінші бисквитімізді де осылай үстіне қойып, оның үстіне де кремді жақсылап тегістеп жағып алатын боламыз. Үстіңгі жағын жақсылап тегістеп жағамыз қыздар, өйткені үстіңгі жағына да қазір гель құятын боламыз, жасыл қызыл гельдерді. Сол үшін крем үстіңгі жағына теп-тегіс жағылуы керек. Қыздар, біздің пирожныйымыз дайын болды. Енді екінші бисквитті дәл манағы істерді қайталайтын боламыз. Ең алдымен пропитка жасап, және де кремін жағып аламыз. Оған да 1 кесе шанти крем және 1 кесе мұздай сүт керек болады креміне. Мінекей қыздар, кремін жақтық, тегістедік. Енді осы бисквиттің ортасынан тағы бөлетін боламыз. Негізі бөлмек істей беруге болады, бірақ та біз әртүрлі түсті етіп жасайтын боламыз. Ал енді біз үстіне жағатын гелімізді дайындаймыз. Бұл желе, бұл да кондитерлік магазиндерде сатады. Осының 4-түсін қолданатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай желе, мынау жасыл түсті, және осындай қоңыр түсті, және де лимонный түсті, және вишня түсін қолданамыз. Қыздар, бұл жерде 100 грамм желе, мінекей өлшеп алдым қызыл түсіні.
және осыған 2 үлкен қасықпен су құямыз. Және венчикпен жақсылап түйіршіктері қалмағанша араластырамыз. Бізге 4 түрлі түске 4 түрлі ыдыс керек болады. Мінекей осылай мөлдіретіп араластырып алдық. 4 түсіміз дайын болды. Енді осының 4-тің үстіне құятын боламыз. Дайын болған желелерімізді енді бисквиттің үстіне құйып шығатын боламыз. Ол үшін осылай қасықпен жайлап құятын боламыз. Кремін бүлдіріп алмаңыздар. Осылайша барлық елдерді жағып шығатын боламыз. Қыздар жағып шықтық. Енді қалған елімізді узор жасау үшін осындай одноразовый пакетикке құятын боламыз. Бетіне узор жасаймыз. Мінекей мешокқа құйып алдық. Енді басын кесіп алып, осындай узор жасаймыз. Қалған гельдерді әртүрлі түстен осылай етіп узор жасауға болады. Өз қалауыңызға байланысты неше түрлі узор жасауға болады. Қыздар, бұл жерде ақ гель қолданылды. Сіздерде ақ гель қолдансаңыздар, узорыңыз өте әдемі шығады. Яғни бұл қолданып жатқан желенің ақ түрі. Неке қыздар, енді осындай шпажкамен үстін әдемілейтін боламыз. Мінекей қыздар, әдемілігі барлығы бітті. Енді бисквиттерді ортасынан бөліп алатын боламыз. Бұл үшін бізге осындай ара ұзын пышақ керек болады. Және әр бөлген сайын сүртіп отырамыз. Негізі бұны бір мұздатқышқа қойып алып, сосын бөлсеңіздер жақсы бөлінеді. Бұл жерден де видеоға түсіру мақсатында осылай бөлген болатынбыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай ортасынан бөлдік. Енді тағы да бөліктерге бөліп шығамыз. Бұл жерде негізі 6 бөлікке бөлсеңіз де болады. Қыздар, негізі бұл пирожныйды мұздатқышқа қойып, кремі кішкене қатқасын бөлгеніңіз дұрыс. Сол кезде әдемі тегіс болып бөлінеді. Неге қыздар, көріп тұрғандарыңыздай біздің бисквиттің пирожныйымыз дайын болды. Бұны кез келген магазиндерде табуыңызға болады, немесе әртүрлі мейрамдарда осылай жасап отбасыңызды қуансаңыз өте керемет. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі шықты. Үстін осылай шоколадпен немесе кез келген декормен безендіруіңізге болады. Өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Түстері де өте әдемі және ең бастысы қолжетімді ингредиенттерден жасалынған. Сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Және де лайк басып, өз пікіріңізді жазып кетіңіздер. Қош болыңыздар. Сіздермен бірге болған Шеф Айсу каналы.